Жуырда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен жергілікті мәслихаттардың сайлауы өтеді. Бүгінде үміткерлер үгіт-насихат жұмыстарына қызу кірісіп те кетті. Тізім жаңарғанымен арасында өткен шақырылымда мандат алған жандарды да көзіміз шалды. Осындай сәтке үйде уәде беріп, артынша үнсіз қалғандардың әуселесі белгілі болмақ. Қош делік, 7-ші шақырылымдағы мәслихат депутаттары не тындырды? Нақтырақ өткен шақырылымда халық қалаулысы сынды құрметті атты арқалаған Талғат Балтабаевтың бастамалары баянды болды ма? Тұрғындар не дейді? Тыңдап көрейік. Біраз тірліктер бірге істестік. Бізге ең бірінші бүйірге маңызды керек газ болған кезде, кіргізіп жатқан кезде, сол депутат жағынан ақша бөлінбейді деген кезде сол кісіге рахмет, Балтабаев Талғатқа. Жиналысында Қайнарбұлаққа ақша бөлінбесе болмайды деп, ақша соның арқасында бөлінді. Көп рахмет. Одан бөлек новостройка жақта бізде биылдыққа свет, су, газ кіріп жатыр. Ол жерде біраз мәселені халықпен бірге істесіп, бірге жұмыс істеп, бірге шештік. Көбінесе Талғатқа рахмет. Енді біз сәл болса төмен отырғаннан кейін, сәл жоғарыда отырғаннан кейін, қол сәл ұзында болды дейміз ғой енді. Көп нәрсені соның арқасында біраз мәселе шешіп алдық. Көп үлгері жұмыстар атқарылды. Осы тұрғын үй алапқа көңілдір су мәселесі, көңілдір отын мәселесі, электр жарығын шамын әкелу мәселесі бойынша тендерді қаражат бөлдіруге ұсыныс беріп, соған басы-қасында атсалысқан азамат. Ол өзінің еңбекқорлығы жаста болса, көппен сыйласқандығы, көп тәлім тәрбиесі барлығы білінді. Өзінің іскерлігінің арқасында өзіне осы алапта қордаланып қалған көп мәселелерді шешуге атсалысты. Оның ішінде шағалтас төсеу, жаңа құрылыстарға, елді мекеннің ішін асфальттау мәселесі бойынша да көп жұмыстарға атсалысып, өзінің ықпалын тигізді. Және ол кісінің соңғы бір жылдың ішінде керекті мамандарды, керекті әкімдерді, керекті басқарма басшыларын бәрін әкелдіріп, және өзі қатары депутаттарды келіп халықпен кездестіріп, кішігірім бас қосулар болып тұрды. Соны ауыл елдің мекенінің ішіндегі көп мәселелерге орындық болды деп айта аламын. Біз енді Талғатқа өтініштеріміз көп. Майда жұмыстардан бастап ірі жұмыстарға дейін өтініш жасап отырамыз. Мысалға мынау жолды, көшелерді реттеу жөнінде, әсіресе мынау Тойшиев көшесіне өзінің әрекетін жасап, осы жақында ғана жол жүргізіп, асфальт салдырып, халықтың бірге болып жатқанын көріп отырмыз. Мысалға кішкентай жаңағы арық шұқырларды тазалау, әйтпесе мынау ең немнелері, мынау освещение даже жанбай қалған жағдайда Талғатқа мүмкіншілік жасап, жаңағы хабарласып отыратын болсақ, ол тиісті жерлерге хабарласып, тез орнына алып келіп, орналастырып, әйтеуір халықтың көңіліне шығуға әрекет жасап отқанына көзіміз жетіп отырады әр уақытта. Ол халықтың мұң-мұқтажын тыңдай білетін, және соны жақсы жағынан халықтың көңіліне шығатындай жақтан орнын, жолын таба білетін азамат. Өз жас болса да әр істің, тірліктің басы болып жүр. Талғат халық болып шақырамыз, Талғат мырзаны. Келеді, жағдайымды түсінеді, көреді, және соны атқарып береді. Онан кейін халық маған келіп, сіз соны көресіз ғой, Талғатты. Біз енді көреміз бе, көрмейміз бе, біздің тірлігіміз бітті, біздің атымыздан рахмет айтыңызшы деген ырзашылықтар көп болып жатыр. Экс-депутат турасында жаман пікір естігеніміз жоқ. Керісінше, тұрғындар тарапы Балтабаевтың белсенділігін көбірек сөз етті. Балтабаев Талғат деген жігітті осы 2-3 жылдан бері жақсы қарым-қатынаста болып танысып жатырмыз. Талғат өте өзі бір қарапайым, өте кішіпейіл, өзінің жұмысын жақсы білетін, өте білімді маман, журналист ретінде танимыз. Оны Уақыт деген газеттің бас редакторы ел таниды, жұрт таниды, өте абыройы биік, өте белсенді, нағыз қазіргі осы біздің заманымызға сай журналист десек болады. Сонымен бірге ол кейін білсек депутат екен біздің басқа округтан, бірақ біздің Мөлтек ауданында болып жатқан
жағдайлардың бәрімен жақсы таныс, өте көп жәрдем етеді. Атап айтатын болсақ, осы қамқоршылық кеңесінің мүшесі ретінде 90-шы мектептің білім сапасын арттыруда, ол жердегі мектептің материалдық техникалық базасын нығайтуда өте көп жәрдем берді. Депутаттардың ішінде халықтың арасында жүрген, халықпен үнемі байланысын үзбей жүрген қаншама біздің депутаттарымыз бар. Мен соның бірі де бірегей Талғат Балтабаев деп айтар едім. Өйткені шын мәнінде ол азамат тек қана өзінің сайланған округында ғана емес, осы қала көлемінде, тіпті даже облыс көлемінде біз айтсақ болады, көріп жүрміз ақпарат құралдары беттерінен, жаңағы ақпарат желілерден көріп жүрміз. Мынау қай жерде халықпен кездесу, Талғат Балтабаев ең алдында жүреді. Мен өзім осы төңіректегі Қаратау, Абай ауданына қарасы біраз елді мекендерін аралайын, көрем. Сол кезде мен байқағаным, осы біздің Қайтпастың өзінде, мысалы осы соңғы осы бір 3-4 айдың ішінде Талғат бір 4 рет пе 5 рет пе келіп халықпен кездесті. Дәл біздің өзімнің елде тұрғындармен кездесіп, тұрғындардың ойының ішінде жүрген жан дүниелерін, айқайларын тыңдап, оның шешу жолдарына үлкен еңбек етіп жүрген азамат. Міне бірқатар тұрғындардың пікірін біліп қайттық. Ал өзге үміткерлер турасында тұрғындар не ойлайды? Айтары бар ма? Алдағы уақытта оны да білеміз.